Алтын Қордай ауылының тұрғыны ер-тұрман жасаумен айналысады. Бүгінде 70-тен асса да өз кәсібінен қол үзбеген ол ұлттық бұйымды ұлықтауды мақсат етіпті. Аймақтағы айтулы шебермен әріптесім тілдесіп қайтты. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Тігін машинасында тартпа тігіп отырған бұл қария Бейсен Серікұлы. Ол 1955 жылы туған. Еңбек жолын суретші болып бастаған азамат 9 жылға жуық аудандық мәдениет бөлімінде еңбек етіпті. Ал 1995 жылдан бастап бұл өнермен айналысады. Бүгінде шебер ата әбзелінің барлық түрін жасайтын көрінеді. Ал жұмысқа қажетті теріні Қырғызстаннан алдырап, бір айда шамамен 10-20 ер-тұрман әзірлейді екен. Мен енді негізінде мен мынау қазақ елден бастаған кезінде. Қазақ елді бастап, қазақ елдерді жасап, соның жабдықтарын жасап, базарларға шығып, сөйтіп ақырын көтеріле бастадым. Қазіргі күнде біз только заказбен ғана істейміз. Кім заказ береді, соны істейміз. Біз қазір негізінде оның жабдық бәрі түгелімен сатамын. Жүген бар, құйысқан, тартпа, үзеңгі бау, үзеңгісі, ноқтасы, общем жабдығын түгел жасап, сондай жағдаймен опытым береміз. Ұлымен інісі қолғабыс етеді екен. Өмірлік іске айналған кәсіпті балама үйретіп табыстап жүрмін дейді ол. Ал қазіргі уақытта көбіне мал шаруашылығынан алған ер-тұрманға сұраныс жоғары көрінеді. Нұрбақыт Мұсатилалы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, Қордай, 24 Ньюс.